Сәлем YouTube каналымдағы оқырмандарым, қайырлы күн. Бүгін сіздерге жаңа влог, жаңа видео. Ең бірінші видеоны бастамас бұрын каналға жазылуды ұмытпаңыздар, лайк басып, қолдау білдіруді де ұмытпаңыздар. Достар, біз бүгінгі влогта тойға барғанбыз. Туысымыздың ұзату тойы. Сол ұзату тойдан сіздерге кішігірім влог түсірдім. Бізде ұзату тойханада болды. Біз ертерек келіп алыппыз. Қонақтар жиналғанша осы жерде біраз тұрып қалдық. Біраз дегенде көп емес, 5-10 минуттай. Кейін адамдар жинала бастады. Негізі тойға 7-де шақырған. Бұл жерде сағат 8:30 болып қалған. Қазақпыз ғой деген тема жақсы өтті. Барлық тойға негізі жақсы өтті. Қазақпыз ғой деп кешігіп келеді. Біз тойға отбасымызбен келдік. Қызыммен, ұлым, ата-енем, жолдасым барлығымыз келдік. Жолдасым екеуміз екі баланы бөліп алдық. Мен ұлыма қарадым, жолдасым қызыма қарап жүрді. Бірақ тойға баласыз, бала-шағасыз бару керек екен. Мүлдем отырғызбады екеуі де. Той біткенше артынан жүрдік. Мен бұл жерде коляскамен келгем. Колясканы сүйреп жүрдік той біткенше. Тойхананың іші өте әдемі екен. Осыдан біз 2 жыл бұрын осы жерде үйлену тойымыз өткен болатын. Дастархандар да өте әдемі. Біздің столымыз. Мына жақта столдар әлі бос екен. Адамдар енді келіп жатыр. Біз бұл жерде қарнымыз ашып, тамақ жейміз кеп тұрған едік. Пока адамдар жиналсын деп, тамақ жемей отырғанбыз. Неге адамдар жиналып жатыр. Мен бұл жерде басқа столға ауысып кеттім. Өзіміз жастар болып отырайық дедік. Өйткені алдында бірінші отырған столда үлкен кісілер келіп қалды. Басқа столға ауысып кеттім. Міне той басталып жатыр. Тойды осылай әдемі бимен биші қыздар ашты. Өте әдемі биледі. Неге біздің дастарханымыз, біздің столда отырған кісілер. Бұл жерде ұзатылатын қыз шығайын деп жатыр. Қайынсіңлім болып келеді. Қайынсіңлім төбеден түсіп келе жатыр, лестницадан. Осындай әдемі өлеңмен түсіп келе жатыр. Барлығымыз сол жаққа қарап күтіп тұрмыз. Түлкібас ауданының көркеюіне, дамуына үлес қосып жүрген құрметтілер. Тамыры тереңге жайылған мықты атаның ұрпағы екеніңізді ұмытпаңыз. Барған жерде алғыспенен бата алып келсеңіз, біздің жеткен жетістігіміз осы. Қазақ айтады, еккен жеміс.
енесімен связь бар сияқты болып жатыр. Сразу жүгірді ғой. Ереке қайда? Ереке, мына күлгінге. Айша, керемет табыс алып қойыңыз. Қазір жастардың көзі ашық, көкірегі ояу, өзі өнген оқыған жандар. Мен айтпай-ақ өзі үміт сезіп тұр. Ер азамат, әйел баласының қыз бетінің бетінен сүймейді. Жылдарымыз толы болып байлыққа, бақытта, шаттықта, естелікте саулықта, өтсін өмір жылдарымыз толы болып байлыққа, бақытта, шаттықта, естелікте саулықта. Нағыз тойға келген нағаштар, нағыз шын ниетпен келген құдылар, билеп, көңілді, көтеріп, өздерді. Бұндай қыз Айша дүниеде біреу ғана. Басқа Айшалар бар шығар, бірақ именно мына Айшагүл біреу ғана. Рахмет, бақытты болыңыздар. Рахмет сізге. Салтанатта біледі ғой кімге микрофон беру керек. Қалтасы толғандар шақырып жатыр ғой бұнда енді. Ойларыңыз құтты болсын. Бірін сіздермен суретке түсіп алсақ. Барған жерде тастай батып судай сіңет деген сөз осыдан қалса керек. Сондықтан мінеке қызымыз барған жерде керемет болсын, барған жердің батасын алып, бізге тек қана алғыспенен батасын дұғасын тәттілер, желділер, бөлілер, жеңдер, жұбай жолдастарымызбенен билеп келейік. Көңілдірек. Енді алтындай жеңгесіне өзімнің сыйлығым алтынымды тарту етемін. Алтында ұлыс заттық. Кеше құдалық күттік. Жүр жайлап тамағыға беріп келедік, есімеңіз. Жүр қара сөздің орнына ана болып сөйлеген сөзіне разылық етіп, құдағайда бір әдеп кеп сылайын. Кеш жарық, тойшыл халық. Құдағи, бүгінгі жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын. Жаным Айшагүл, бүгінгі ұядан ұшқан күнің құтты болсын. Осы жолдасыңмен бақтың
жылдық болсын, алтын көпір тозбасын. Жоғарыда тұрсаңыздар жарасар, бәріңіз сол ата-ананың артында. Жолдас баламен жолдастың ашаға тұра қалыңдар, сонда сүйрет әдемі шығады. Рахмет, той иесінің қолына бейіт сүйіп қойсаңыздар жарасар сол жерде. Сосын дастарханға жайғасайық, біз ақ матамызды төсейік. Ары бері Кезім боп ақтамасың ана сүтін жер басып жүрмей-ақ қой ей адамдар анамның ақ жаулығы аппақ-аппақ айналдым киіміңнен қардан аппақ анашым ақ батаның арқасында басында тұрады әркез бақ қонақта шықсам да қиял жетпес қиялы бір ойыңа жақсылығын жиыла жүр зар болып жанасың бір көруге аз бекен мұңайған қыз жылағаның анамның ақ жаулығы аппақ-аппақ айналып киіміңнен қардан аппақ анашым ақ батаның арқасында басында тұрады әркез бақ қонақта Tәтті өмір сүріп, бақытты өмір сүрді. Өмірлері тек қана жақсылық бола берсін. Бала-шағалары көп болсын, қатарлары алды болсын. Жолың болсын. Ал. қызылшылықта жақын жереген сағынсаңыздар барып тұрасыздар. Қатты сағынсаңыздар, ел тастаңыздар, өзі керек жүктеге көрі. Ол жыларды қызды қажеті жоқ көмектілер. Алыс жерге бара жатқан жоқ, жақын жер, көңілді, күліп ойнап, қыз ойнап, бірдеңе түйіп қалмасын, неге бәрі жылап жатыр деген ойында қалмасын. Сонда да көңілді әдемі шығарып салайық қызымызды. Той құтты болсын. ұмтылған жадырап құлпырған алуда соңында бағым жасын барлық жерге айналасына
осымен біздің ұзатуымыз аяқталды. Қызды ұзатып алып кетті күйеу жігітіміз. Осыдан кейін почти той бітті. Барлығымыз жиналып, туыстарымызбен қоштасып, барлығымыз үйлерімізге қайттық. Достар, соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Видеоға лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.